Армысыздар менің құрметті тыңдаушыларым. Бүгін сіздерге өте керемет жаңған үміт атты әңгімемді тыңдай отырыңыздар. Қолдау білдіріп, каналға тіркеле кетіңіздер. Көп рахмет. Бүгін тағы да аурухананың терезесіне телмірген Айдын артынан іздеп келеді-ау деп күйеуін күте тағаты таусылды. Махаббаттан бас айналып, опасыз күйеуінің батпандай мінін көре тұра көзін шел басты. Әке шешесінің қарсылығына қарамай өз үйінен су шыққандай қашып кетті емес пе? Содан бері міне бақандай 4 жыл. Төркінімен тіпті телефонмен болсын хабарласқан емес. Шешесі әкесінен тығылып қызымен оңаша сөйлесуге талпынып еді, әкесі біліп қойып арты жақсы болмаған. Содан бері тыныштық үшін қызы мен анасы байланысты үзеді. Мұраттың сөзі ылдым-жылдым. Тілімен қыздарды баурап, жақсы көрінетін қасиеті болғанымен, шынында нағыз суайт 200-ді еркек еді. Екеуі аудандағы тігін цехында танысқан. Айдын тігінші, ал Мұрат бастықтың шопыры болып, жұмыс көлігімен ары-бері тігіншілерді тасып жүріп танысқан. Қыздарды көрсе, делебесі қозып, қырғиша тиісіп, тыныштық бермейтін қасиеті бар. Оған қоса реңі де келіскен жігіт қой. Бірақ артынан ылғи жаман сөз еріп, алаяқ өтірікші суайт жүретін. Оны да бекер айтпаса керек. Талай жанның обалына қалып, жексұрын атанып жүрген ол Айдынға дейін 2 әйел жіберген. Бірақ олардан балалары жоқ. Талай рет Айдынға ол жігіттен аулақ жүр деп айтса да тыңдамай, енді міне 24 жыл бірге тұрған бауырларынан да әке шешесіне де керек емес. Ал күйеуінің туыстары да бұл екеуінен жиренгелі қашан. Мұраттың әпкелеріне барып өтірікті суша сыпырып, соқыр тиынына дейін суырып алып, құмар ойынға жұмсайтыннан шаршаған. Одан қалса ащы судан сіміріп, көзі қарауытып, ешкімді көзге ілмей қойша сабайтыны тағы бар. Іштен тынып, тағдырдың басқа салғанына көнбестен басқа амалы жоқ әйел бірнеше рет өзін өлімге қимақ болғанда көршілері құтқарып қалған. Бүгін де тағы да есерсоқ күйеуінің кесірінен ауруханада. 4 жыл дегенде көтерген құрсағын угроза деп қатаң қадағалауда жатыр. Әдеттегідей ұрыс жанжалдан соң кешірім сұрап келетін Мұратты күткеніне 7 күн. Жынды болса да Тәңірдің қосқан жары ғой деумен әлі де болса арқа сүйеп келеді. Алладан жалынып сұраған перзенті күйеуінің өмірін жақсы жаққа өзгертер деген үміті бар Айдын құрсағындағы 8 айлық шаранасының аман-есен өмірге келуін күтіп еді. Әттең бәрі адамның ойлағанындай болса ғой шіркін-ай. Айдын ойлаушы еді, егер де мен жолдасымның ұрпағын жалғастырып, шекесі торсықтай ұл туып берсем, өмірге деген көзқарасы өзгеріп, бәрі жақсы болар. Сонда өткен өмірі ұмытылып, алдымызда жарқын болашақ күтеді. Сәби біздің өмірімізді түбегейлі өзгертіп, ата-анаммен де қауышатын күн туар. Бұрынғыдай бауырлармен шүйіркелесіп, емін жарқын отырып, шай ішеміз. Анаммен қыз күнімдегідей сырласып, соңғы жылдары жиналған шерімді шығарып, тізесіне басымды қойып, егіліп, жылап алар едім деген арманда жүретін үнемі. Апқот деген медбикенің даусынан елең еткен Айдын бүгін ауруханадан шығармаса екен деп іштей тілеп тұр. Себебі босануына әні-міне дегенше 1-2 апта қалып тұр. Үйіне барғанымен бәрібір жайы болмай, күйеуінен қамқорлық көрмейтінін жақсы біледі. Ал ауруханада дәрігерлер бар, кез келген сәтте басталатын толғаққа уайымдамай, сәбиді аман сау өмірге әкеліп алуды ойлады. Дәрігер: Амирова, сізде және балаңызда бәрі жақсы, бірақ тек уход керек. Ең бастысы балаңызды аман-есен өмірге әкелуіңізді ойлаңыз деп айтудан шаршамайды. Айдын өте ақкөңіл қыз еді. Тағдыр оны қатал сынға алып, қазір томағаға тұйық, ішіндегі қайнаған күйікті ешкіммен бөліспей, еңсесі ентіккен. Қош, сонымен не керек, аурухана оны ұзақ ұстай алмады. Емін алып үйіне қайтты. Қыс ауасы, үй суық, от жағылмағанына біраз болған.
Жолдасы қалың көрпені бүрсеңдеп жамылып түкпірде бөлмеде жатыр. Үстелдің үсті шашылып, жуылмаған ыдыстар үйіліп қалған. Босаған бөтелкелер, қолқаны алған сасық иістен жүрегі айныды. Дереу үй жинауға кірісіп, қалың киімдерін қабаттап киіп алды. От жағып ыдыстарды жуып болған соң күйеуіне қарай беттеді. Келгеніне 1 сағаттан астам уақыт болса да, қимылсыз бүркеніп жатқан күйеуіне үңіліп қарамапты. Әдеттегідей ұйқысынан оятса, бәлеге қалып қоярмын деген ойы ғой. Мұрат, әй Мұрат, тұр, көзіңді ашсай, мен келдім, деп көрпені тартып қалып еді. Сұлқ жатқан күйеуінің реңі бозарып, демі естілмеді. Мама, құтқарыңдар, Мұрат деп үйден атып шығып, көршілеріне жүгірді. Қас қағым сәтте үй іші абыр-сабыр, айғай-шу. Жедел жәрдем, дәрігерлер, полиция қызметкерлері. Күйеуінің жансызданғанына көп болмапты. Абыр-сабырда не болғанын түсінбей шапқылап жүгіре берген Айдынның жағдайы күрт нашарлап, мезгілінен ерте толғақ қысады. Айдын күйеуін ақтық сапарға шығарып салуға мүмкіндігі болмай, өзі де өлім мен өмірдің арасында қалды. Мұрат өмірден өтті. Дүниеге сол күні ұрпағы, кішкентай періште туылды. Кеудесіне сәбиді құшып жатып, көзінен жасы ытқып шығып жатқан Айдынның күйігі кетіп, қуанышы келгендей күйде. 2 сағат кушеткада баласының иісін иіскеп, тәтті саусақтарын сүйіп жатып, терең ойларға батты. Не істеймін? Ендігі өмірім не болмақ? Жалғыз өзім мына баланы қалай жетілдірем, қалай жеткізем деп ойланды. Сол-ақ екен, баласына дем жетпей тыпырши бастады. Даусы әлсін, әзер шығып, Медбике деп сасқаннан, жаңа босанғанына қарамастан, орнынан тұрып есікке қарай беттеді. Жүгіріп жеткен медбикелер дәрігерлерді шақырып, нәрестені дереу жансақтау бөліміне өзін бөлек палатаға жатқызды. Баласының туылатынын біледі ғой. Бірақ бірде-бір жаялығын дайындамаған ол сасқанынан медбикелерге не дерін білмей сандырақтап жүр. Дәрігердің: «Так, мамаша, баланың диагнозы әлі белгісіз. Әзірге тек емізуге ғана қолыңызға береміз. Біздің қатаң бақылауымызда». Айдын: «Шыныңызды айтыңызшы, ұлымның жағдайы жақсара ма?» «Дөп басып ештеңе айта алмаймын. Қолдан келгенін жасаймыз», деді де дәрігер келіншекті уайымға салып қойды. Арада 2 апта уақыт өтеді. Жаңа босанған келіншектің қалжа жеп терлеуі былай тұрсын, ешкімде артынан іздеп келмеді ғой жарықтықтың. Вакуумдағы періштесіне бір қарап, қайтқан күйеуіне өкпесі тамағына тығылып, теріс айналған әке-шешесіне ренжиді. Тым болмаса, бауырларымда бір хабарымды білмегені несі деп тұңғиыққа батып, жындануға шақ қалады. «Амирова, саған передача», деген санитаркаға жалт қарап, қолындағы үлкен пакетін алуға жасқанып, точно маған ба дегендей түсінбей қалды. Ішін ашса, бір табақта ыстық сорпа, мойын омыртқаның піскен еті, қуанып сорпаны табағымен көтеріп, сораптап ішіп жатыр. Етті асап-асап жеді де, ішіне ел барған соң ғана бұны кім әкелді екен деп ойланып, үлкен пакетті ақтара бастады. Ішінде балаға киім-кешек, өзіне гигиеналық заттар, таза іш киім, әдемі халат. Қуанып, жылап жіберді. Көңілі бір жасап қалған Айдынның езуіне күлкі үйірілді. «Я Аллам, әйтеуір бір пендеге керек екен мынау», деді қайта-қайта. «Мамаша, балаңды еміз», деген медбикенің соңынан ілесіп: «Сізден бір нәрсе сұрауға бола ма? Менің балам тәуір болып кете ме? Қашан қолыма береді, білесіз бе? Әдетте мұндай балалар өмір сүріп кете ме? Шыныңызды айтыңызшы», деп жансақтау бөліміне жеткенше медбикені мазалаған Айдынды дәрігер күтіп тұрған. Дәрігер: «Сәлеметсің бе Айдын? Бүгін реңің кіріп, бетіңе қан жүріпті. Еш жерің ауырып жүрген жоқ па?» «Рахмет, маған айтыңызшы, балам өмір сүре ме?» деген Айдынның ойы сан-сақа кетті. «Бәрі өзіңе байланысты қарағым. Егер сен жігерлі болып жақсылыққа сенсең,
бәрін жеңесін. Айтпақшы, балаңның атын кім қойдыңдар деп дәрігер сұрағанда ғана балаға есім беруді ұмытқан Айдын бірден батыр болсын деді. Батырды емізіп еміреніп тұрғанда дәрігердің басын шайқап медбикеге адам болып кетуі екіталай, дайындала берсін деген ишарасын сырттарынан байқаған Айдынның көздері жасқа толып баласына «Сен өмір сүруге тиіссің» деп қайталай берді. Ауруханада 2 айдай алысып, баласының өмірі деумен өзін ұмытып жүнжіп бітті. Алланың құдіреті шексіз. Шала туылған Шалабай батыр балақай үйіне шықты. Үйінде бұларды құшақ жайып қарсы алатын біреу болсашы. Қайтадан суық үйге баласын құшақтап, соқа басым сопияр ма екен деген үрей. Бірақ Айдын осы тұста қателескен екен. Марқұм інісінің жалғыз тұяғы ғой деп, қайын әпкелері айналасын жинап теріп, үйді әктеп, жылуын жағып қойыпты. Соңғы рет бұл үйде күйеуінің жансыз денесін көрген ол 40-нан соң енді үйіне оралып отыр. Үйдің іші тап-таза, ас үйден еттің иісі бұрқырап, алдынан өмірі күлгенін көрмеген қайын әпкесі шығып оларды қарсы алды. Неге күлмейтін? Себебі Айгүл Айдынды жек көретін. Інісі Мұрат алдыңғы 2 келіншегімен ажырасуына осы әпкесін кінәлайтын. Басқа да бауырлары Айгүлді жазғырып, жастардың ортасына түспей, бөлек кет деген сөзді құлаққа аспай, келіндерін түртпектеп, араға ірткі салып, соңында кетіріп тынды емес пе? Өзінің өмірін ойрандағанымен қоймай, інісінің тағдырымен ойнап, көрмегенді көрсеткен. Әке шешесінен қалған үйді бұлдап, Мұраттан қызғанып, қайта-қайта шаңырағын шайқалтып кететін. Інісін жек көретін ол келініне неліктен жылы қабақ таныта қалды деп ойлайсыз? Әрине түсіндіңіз. Айдынның белі бітпей баласымен алысып, күндіз түні ұйқы көрмейді. Бала әлжуаз, күтімді талап етті. Мұраттың басқа бауырлары келіп, аздап қайраласқанымен, үйдің шаруасы өз мойнында. Жиі келгіштеп кеткен Айгүл қайынбикесі де жүйкеге тиюді бастады. Бірде ол: «Айдын, сен әлі жассың, басқа күйеу тауып алсаңшы, жастығыңды қор қылмай» деді. Ол не дегеніңіз әпше? Сіздің бауырыңыздың топырағы құрғамай жатып, бұлай дегеніңіз не? Көлгірсімей-ақ қой, сенің ойың белгілі. Мына үйді өз атыңа аударып, сатып кетпексің ғой, ә? Сізді түсінбедім әпше. Мен сіз ойлағандай қара шаңырағымызға кесірімді тигізбеймін ешқашан. Қазір мен үшін мына баладан басқа уайым жоқ. Адам болып шауып кетсе, басқа арманым жоқ. Қоясаң, одан да балаңа қатты алаңдап жатсаң, маған бере сал. Осы бір перзент үшін ажырасып, көше кезіп жүрген жоқ па? Ал сен басқа біреуге тиіп ал. Мына ауру баланы қайтесің? Ары кетсе, әкесі сияқты маскүнем болып өсер. Егер өссе, сіз не деп тұрсыз? Доғарыңыз, шығыңыз мына үйден, кетіңіз деп ашуланып, айғайға салған тұста басқа бауырлары үйге кіріп келді. Барлығы Айдынға жабылып, әңгіменің ақ қарасын ажыратпай, үйден өзін қуып шықты. Кеш қарауытып қалған. Ауру баламен күн суықта қайда барарын білмей, көршілерінің үйін паналауға мәжбүр болды. Барар жер, басар тауы жоқ Айдын көршілерінің үйіне қашанғы сыйсын. 2 күннен кейін олар да қырын қабақ танытып, ол үйден де кетуге мәжбүр. Не де болса соңғы рет үйіне барып, өзіне тиесілі заттары мен киім кешегін алып кетейін деді. Бұның келгенін жақтыртпаған қайын әпкелері бір дестен тағы да дүрсе қоя береді. Дереу табаныңды жалтырат десе, енді бірі баланы тастап кет, күлге аунап тумадың деп жан-жақтан жабылғанда. Есі кіресілі шығасылы ол амалсыздан бауырының үйіне барайын, ағайын болса да тетелесіп, тай құлындай тебіскен әпкем ғой, Айманды іздеп барды. Есігін қаққан Айдынды алғашында абдырап, танымай қалған Айманның әкелері ағайынды бауырлар еді. Екеуі үнемі шексіп, 2 абысының ортасы осы балалардың кесірінен дұрыс болмайтын. Дереу баласымен жаурап қалған Айдынды үйіне кіргізіп, ыстық шай беріп, қазан көтеріп жүгіріп жүр. Үйі тап-таза.
Кішкентай екі құлыншағы бірі еңбектеп, бірі ойыншықпен ойнап отырды. Тұрмыстары керемет болмаса да, өздеріне тоқ екені байқалды. Айдын тұрмысқа шыққан 4 жылда Айман да артынша тұрмыс құрып, 2 баланың анасы атаныпты. Жалғыз енесі бар. Ол кісі әлі зейнетке шықпаған өте қызмырлау кісі еді. Жалғыз өзі Мақсатты Айманның жарын ешкімнен кем қылмай асырап жеткізген. Ұлына тәрбиені аямай сіңіріп, өмір бойына балам үшін деп келген ананың бүгінде жүйкесі сыр берген. Анша мұншаны жақтыра бермейді, әсіресе у-шуды. Енесінің сырын беске білетін Айман басына үс түсіп келген сіңілсін қалай үйіне сыйғызарын ойлап басы қатты. Бір ойы туған әке-шешесіне айтып көрмек болды Айдынның жағдайын. Бірақ әй қайдам, соңғы төркіндеп барғанында тұрмыстары күрт нашарлап, жұмыстан қысқарып, ішерге ас таппай отырғандарын өз көзімен көріп қайтқан. Енді қалайда Айдынның баласы өскенше үйінде қарайласып, көмек беруге енесі мен күйеуін көндіруі керек болады. Айдын ағайын өзімен тетелес әпкесінің үйін паналап тұрып жатты. Айманның күйеуі вахталық жұмыста айлап істейтін. Ал енесі күні бойына жұмыста, кешкісін ғана үйінде. Екеуі күн ұзақ балалық шақтарын еске түсіріп, қызықтарын айтып күліп алса, бірде егіліп жылап алады. Бірақ екеуінің бұлай етене жақын сырласып, шүйіркелесуі енесіне ұнамайтын. Айманды баласы сүйіп тұрса да жақтыртпай, сауатсыз, дөрекі деп үнемі жақтыртпай отыратын. Ойынша енді 2 апалы сіңілі қосылып алып, өзін жамандап жатыр деп ойлап жүреді. Соңғы кездері Айман жиі шаршап, әлсіреп жүрген. Оған қоса мұрны қанап, талықсып ұйқықса беретін. Күйеуі Мақсат пен енесі балалары бірінен соң бірін қатар босанғандықтан әлсіреп жүрген болар. Бірақ олай еместігі дәрігердің тексеруінен соң анықталды. Ағзасындағы ауытқуларды сезсе де бой бермей жүрген Айман аққан диагнозын естіген соң өзін тастап жіберді. Жағдайы күрт нашарлап, емшектегі сәбиіне қарай алмады. Айдын өзінің ұлымен қоса әпкесінің де баласын емізеді. Мақсат жұмысынан сұранып әйелінің жанына келді. Айманның сырқаты күн сайын деңдеп, жеңіліп жатты. Аурудың соңғы сатысын білгендіктен ешбір шипа қонбай, ақыры сұм ажал қара жерге тартып, Айман жан тәсілім етті. Қыршыннан қиылған қатыгез өмір-ай. 2 баласын Айдынға аманат еткендей. Сіңілісінің өзін іздеп келгенде қуанышы қойна сыймағаны содан екен-ау. Қыңырлау күйеуінің беймаза енесінің қырын қабағына қарамастан балаларына аманат ететін адамды ойластырған екен. Төркіні жылап-сықтап, қыздарын жоқтап, үйіне келгенде Айдынды көріп таңданды. Себебі 4 жылдан бері қалай тұрмысқа рұқсаты шықты. Сол бойы бұл қызды ұмытқан. Айман да 2 апта ішінде ешкімге Айдын туралы тіс жармап еді. Бір қызының өлігіне барып тұрып, бір қызының алдынан шыққанына таң қалысып көрісіп, жылап жатыр. Айдынды көрген туған әке-шешесі алыстан ғана хал сұрасқандай бас изеді. Бірақ әлі де өкпелі. Ол жерде Айдынды талқылауға емес, Айманның жаназасына жиналған бір қауым төркіні қайғырып, жылап-еңіреп, қатал тағдырға налыды. Айманның 40 күндік асынан соң төркіні 2 баланы өздерімен әкетпек болғанында енесі қарсылық танытады. Емшектегі 8 айлық баланы енді ғана шүлдірлеп сөйлеп келе жатқан тұңғышы Айдынға бауыр басып қалады. Бұл жерде мені ештеңе ұстап тұрған жоқ. Мен сіздерге масыл болғым келмейді деген Айдынға қайта кіріптар болып тұрған Мақсат пен анасы үйлерінде қалуын өтінеді. Солайша 2 жақтың рұқсатымен екеуінің некелерін қиып, ерлі-зайыпты атанады. Айманның әке-шешесінің де көңілі орнына түсіп, немерелері үшін қатты алаңдамайтын болды. Енесі Айдынды сабырлы, биязы мінезі үшін жақсы көре бастады. Араға жыл өткенде Мақсатпен сезімдері оянып, өмірлері гүлденіп, солған үміттер жандана бастады. Шынайы сезім мен бақытты Айдын осы шаңырақтан тапқандай. Әпкесінен туған балаларды шеттетпей, аманатқа қиянат жасамаған ол, бүгінде ұлдарын ұяға, қызын қияға қондырып отырған аяулы әз ана. Төркіні бірте-бірте өздері іздеп келіп, қыздарынан кешірім сұрағанымен, өмір өзі солай оның тағдырын реттегенде еді. Бәлкім, ол алғашқы некесінде бата алмай, тентіреп Айманға пана іздеп бармағанда,
Байғұс Айман жазылмас сырқатын біле тұра балаларын аманаттайтын адам болмаса, мүмкін бәрі басқаша болар ма еді. Ал бұрынғы маскүнем күйеуінің әпкесі үйден қуып шығып, баласымен тентіреткен Айгүл қазір көше кезбесіне айналып кеткен деседі. Бауырымнан қалған үй деп бұлданған үйін картаға айырбастап берекесі қашып кеткен екен. Бұл өмірде қаншама адам болса, соншама тағдыр кездеседі демекші. Бір есік жабылса, келесі бір есік ашылады. Сондықтан тағдырдың дайындаған сынағына сынбай, мүмкіншілікті көре білген Айдынға Алланың шарапаты тиіп, үлгілі отбасының ұйытқысына айналып отырған жағдайы бар. Бұл оқиға шынайы өмірден алынған бір оқырман апаның бастан кешкендері екен. Батыр болса, дәрігерлер адам болмайды-ау деген балақай қазір атпалдай азамат болыпты. Ал ауруханаға бір пакет киім-кешек пен ыстық сорпа әкелген анасы екен. Сол кезде жасырынып келген анасы. Әкесінен тығылып қызына ең болмаса ыстық тамағын ішкізгісі келгенін табысқан соң айтыпты. Соңы, әңгіме ұнаса қолдап кетіңіздер. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.